Қазақстанда соңғы бірнеше жылда интернет алаяқтық қылмыстары көбейген. Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Қанат Нұрмағамбетовтің мәліметінше, интернет сауда жасау және қызмет көрсету, бүтінге онлайн несие рәсімдейтін алаяқтар көп кездеседі. Тек жыл басынан бері елімізде 6000-нан астам қылмыстың осы түрі тіркеліпті. К примеру, задержана жительница Жамбылской области, которая социальной... Мәселен, Инстаграм желісінде әйелдер киімін сату туралы жалған хабарландыру жариялаған Жамбыл облысының тұрғыны ұсталды. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша 40 жәбірленуші анықталған және тергеу жалғасуда. Ал солтүстік Қазақстан облысында азаматтардың құжаттарының көшірмелерін пайдалана отырып, онлайн несиелер рәсімдеу жолымен 50 ұрлық жасаған алаяқ ұсталды. Алаяқтыққа барғандардың қатарында шымкенттік тұрғын да бар. Ол WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы қаражатты көбейтемін деген желеумен азаматтарды алдаған. Жалпы жәбірленушілерге келген шығын көлемі 4 миллион теңгені құрап отыр. Ал Қарағанды облысында ұсталған азаматтың интернет арқылы автобөлшектерді сату бойынша жалған хабарландыру жариялап, қосымша 23 алаяқтық жасаған анықталған. Необходимо отметить, что большинство интернет-мошенничеств носят трансграничный характер. Интернет алаяқтық қылмыскерлердің көбі трансшекаралық сипатты, яғни қылмыскерлер басқа аймаққа тұратын, кейде басқа елде тұратындарын алдап соғады. Бұндай қылмыстарды ашу белгілі бір уақыт алады. Министрліктің хабарлауынша, жыл басынан бері киберқылмыстарға қарсы іс-қимыл бағдарламасы жүріп жатыр. Сонымен бірге 90 сайын республика аумағында киберқылмыстардың алдын алуға және ашуға бағытталған жедел алдын алу шаралары жүргізіледі.